Шариғатта аузынан жағымсыз иш шыққан, яғни пияз жеген адам мешітке не істемейді? Келмейді. Жамағатпен намаз оқу макрух болады. Егер аузынан иш шығып. Неге білесіздер ме? Намаздағы жанындағы адамға зиян бергендік үшін. Сен аузыңнан шыққан испен зиян беруің тыйым салынғаннан кейін сен басқа нәрсені сұрама. Анау Құранда айтты ғой, әке шешеңе не деді? Тух деп айтпа деді. Ол бер жағы, оның ар жағын сұрамай қой уже. Сол секілді сен аузыңнан жағымсыз иш шығып, сомен зиян беруің тыйым салынғанда басқа нәрсені сұрамай қой. Шертіп қарсам бола ма? Подножка қойсам бола ма? Болмайды. Сен аузыңнан шыққан, сен мақсатың мешітке намазға келе жатсың. Бірақ намазға келіп тұр, Аллаху акбар деп тұрған кезде, анау шығып тұр да, сен қолайсыз жағдайға түс. Соны жағады. Сен мешітке кеме дейді. Анаған зиян беру үшін дейді. Бәс етпесе сенің бар ойын құлшылық қылу. Сондықтан сіздер осыған дейін ойлау керек. Бай үйде отырып сарымсақ жеп қойдың ба? Иіс шығып тұр ма? Келме. Үйіңді оқы. Үйіңді оқы. Келсең не болады? Күнә болады. Неге? Өйткені сен екінші бір бауырыңа зиян берен. Ой, мен оны істе. Шығаны битіп барады. Анадан бір рухқа кетіп қалсам деп ойлайсың ғой, Ана рухқа келіп жатқанда қайтып бара жатасың да жаңағыдай. Қатар тұрып қалсаң болмайды. Енді білмейтін шығар, кейде келіп тұрған кезде ыңғайсызданасың. Одан кейін былай шығасың, өзімнен шығып жатқан жоқ па деп қойсың ғой жаңағыдай. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ауыздан шыққан жағымсыз испен зиян беру тыйым салынғаннан кейін бір-бірімізге басқа ештеңені ойламай қой. Басқа ештеңені ойлама. Не деді? Көр алмаушылық жасама, алдап арбама, теріс айналма, кек сақтама, біреудің саудасының үстіне саудамен кірме деді. Құда түсуінің үстінен құда түспе дейді. Бәленшенің баласы түгеншенің қызына сырға салғалы жатыр екен, екі жақ кездесейін деп батыр екен дегенде, тәке шустрит етіп өтіп кетуге болмайды. О кісілер қай күні барайын? Келесі сенбі екен. Онда біз сәрсенбі барып алайық деп барып алдын орап кетпеу керек. Күтесің. Уақыт өткенде сұрайсың, әй не болды? Өткен ана бәленшенің ұлы, бәленшенің қызына сырға салып жатыр. Екі жақ келіспепті. Кетіп па? Я кетіпті. Аяқталып па? Аяқталып. Сол кезде ғана барып, әке шешеңді жібересің. Мына бәленшенің қызына сөйлесіп қайтыңдар. Ал аналарда процесс жүріп жатқан кезде болмайды. Ол харам. Ол жүрмейді, шустрит еттім, биттім, сөйттім деген жағы. Алып қашуда болмайды. Алып қашуда болмайды ол. Әкесінің рұқсаты қыздың рұқсаты болды. Әкенің рұқсатынсыз шыққан қыздың некені бұзып әке қайтара алады. Әке қыздың келісімінсіз әке қызды біреуге күштеп бере алмайды. Міне шариғатымыздың тазалығы, шариғатымыздың қараш кереметтілігі. Ана жігіттің дүниесіне, қызметіне қызын күштеп бере алмайды. Қыз айтатынсы, келіспеймін деді ме, болды, әке күштей алмайды. Ал әке жігітті қаламай тұрып, қыз қалап тұрып шығып кетсе, әкеге айтпай. Ол некені әке бұзып, қызды қайтарып алды. Қараңыз, қандай біздің шариғатымыз біздің пайдамызға шешілген нәрсе ғой. Соны біз кейде ақылға сап жереміз, сезімге беріліп кетеміз. Және пайғамбарымыз жоғарыда хадистің жалғасында не деді? Куну ибадаллахи ихуанан деді. Алланың құлдары бір-бірлеріңе бауыр бол. Неге пайғамбарымыз бірден айтпады, бір-бірлеріңе бауыр болыңдар деп? Жоғарыдағы нәрсе тұрғанда, ауру тұрғанда сен бауыр боламайсың. Көре алмаушылық тұрады екен, сен бауыр боламайсың.
Алдап арбайды екенсің, бауыр боламайсың. Кек сақтайды екенсің, теріс айналады, сен бауыр боламайсың. Біреудің саудасын үстіне барып кірседі екенсің, сен бауыр. Осы нәрсенің бәрін жойыңдар, содан кейін бауыр болыңдар деп жатыр. Әл-муслиму ахул муслим дейді пайғамбар. Мұсылман мұсылманның бауыры дейді. Ла язлимуху, зұлымдық жеткізбейді дейді. Бір-бірімізге зиянымыз жетпеу керек, құрметті бауырлар.